Тас боп қатып ұйықтап қалыппын. Атып тұрып кухнядағы қол жуғышқа шала жуынасап, апыл-ғұпыл киініп, сөмкемді асына ас бөлмеге өттім. Тыныштық, үстел бетіндегі ыдыстарға қол тимеген. Тек есімді білгелі, тықылынан жаңылмаған ескі сағат қана терезе алдында сөйлеп тұр. Әжем барда бәрі басқа еді. Таңертең мына дастархан жайылып, самауырын екі иығынан демалып, анам екеуі әңгімелесіп шай ішіп отыратын. Азанғысын ыстық тамақ ішпейтінмін. Есесіне әжем ыстық сүтке қант салып, нан турап қоятын. Апыл-ғұпыл сүйсіне ішіп ап, мектебіме кететінмін. Әжем жоқ, апам ұйықтап жатыр. Ас бөлме сәнінен айырылып, үнсіз мейші еді. Көңілім құлазыды, аузыма нәр салмай сүйретіліп үйден шықтым. Сабақ оқып отырғам, бөлмеме апам кірді. Әжем барда шашын желкесіне түйіп, сыртынан жеңіл орамалын тартып жүретін. Қазір шашта жоқ, орамалда жоқ. Жоқ, мен апамның сәнді киініп, әдемі болып жүргеніне қарсы емеспін. Әжем де қарсы емес еді. Ағайын туыстың ас тойында басына жаулық салғанымен, әкеммен қыдырғанда шашына прическа жасап, тәп-тәуір көйлектерін киіп алатын. Бірақ үйге келген соң жеңіл орамалын басына байлап, өзіне сонысы жараса кететінді. Аяқ басқан сайын орамалының желке жағушы желп-желп етіп, біртүрлі әсем тербеліске түсіп, онысы өте тамаша көрінетін. Бірер күн үйде болмаса, немесе әжем қонақтан келсе, алдынан шығып, иіліп сәлем салатын. Бірде мынандай қызық оқиға болды. Апам аулада басын жуып, шашын тарап тұрған, дарбазаның есігі ашылып, әжем кіріп келді. Немерелері өре түргеліп, жүгіріп барып құшақтап жатырмыз. Апам сәлем бердік деп иіліп сәлем салды. Көп жаса қарағым, әкем әскери адамдар фуражкасыз чест беруге болмайтын сияқты, орамалсыз да сәлем салуға болмайды емес пе деп қалжыңдады. Келінім оны біледі, қазір басын жуып тұр ғой, деп әжем апамды ақтап алды. Орамалын тартсын деп әкем де қоймайды. Ол кезде анам басына жаулығын сабыл көрген еді. Қазір әжем жоқ, анамның басында да орамал жоқ. Кішкентай орамалмен көркемделіп тұратын әдемі көріністе жоқ. Неге екенін аңғармай қалдым. Бірде апам мен әкем аяқ астынан ұрысып қалды. Қойшы, сен осы оттай бермей деді анам қолын сілтеп. Аузыңа не келсе соны айтады екенсің, білгішсініп. Әжем барда олардың бұлай дауыс көтеріскендерін көрмегенмін. Өкпе ашулары болса, үлкен кісінің алдында бір-біріне сынық сөйлейтін. Сондықтан болар әкемді пір тұтатынбыз, апамды ибалы көретінбіз. Оттай бермеші деген сөздің түрпіде естілгені сондай, әкемді бейгінен құлатып жібергендей, сонысымен ол пір кейпінен айырылғандай жалт қарадым. Балаларының алдында айқайды үдетпейін деді ме, әлде айтарға сөз таппады ма, әкем үндемеді. Жүзі сынық көрінді. Әжем барда мұндайдың бірі де болмайтын. Ол кеткелі жылға жақын, әжем жоқ, үй ішінде жайма-шуақ атмосферада жоғала бастады. Түскі астан кейін әкем жұмысқа кетті. Дастарханды енді жинағалы жатқанымызда апамның бір құрбысы келді. Қонақжай қазақтың ұрпағымыз ғой, қайта қазан көтеріліп, шай қойылды. Не керек сол құрбысы кештетіп әкем жұмыстан оралғанда ғана, қой кетейін, күйеуің келді, ас суын берерсің деп орнынан тұрды. Мана түскі астан кейін апам екеуміз дүкенге барып, аяқ киім алмақшы болғанбыз. Ол жөніне қалды. Жолай электр жарығының төлемін жасамақшы едік. Ол да жөніне қалды. Әжем барда бұлай болмайтын. Ас суын ішкен соң, құрбы достары келген шаруасын айтып, ұзақ отыруға ұялып, кетіп қалатын. Қонақта күтілетін, шаруасы да бітетін. Әжем жоқ, келместің ауылына кеткелі жыл жарым уақыт өтті. Аяғын тартар үлкен адам болмаған соң, жайдақтық еркін көсілтеді. Шаңырақтың айбаты әжем екен ау. Кеше абысынымды түсімде көрдім. Орнына Құран оқып қол жаяйын, соны дәметіп жатқан шығар деп әдейі келдім деді. Дүрия әжей жайғасып жатып. Құран оқыды, бата қайырды. Әжем жайлы аз кем сөздер айтып, кетіп қалды. Әжем барда бейсенбі жұмада еш шығаратын. Кейде жеті күлше пісірсе, кейде табаға жеті нан пісіретін, ал кейде ыстық табананға майсап жегізетін. Соңынан Құран оқитын, өлгендерді түгендеп дұға жасайтын. Әжем жоқ, ол әдетте ұмытыла бастапты. Студентпін. Жазда каникулға үйге келсем, апам үй тірлігімен, ал әкем газет қарап отыр екен. Менің келгеніме қуанысып, қауқылдасып қалдық. Шай қайнап, дастарханға тәттілер қойыла бастады. Маған қояр әкемнің сұрағы бітер емес.
сағынысып қалыппыз. Байқаймын, апамның кең етек жаздық ләмка көйлегінен еңкейіп дастарханға ас қойған сайын екі төсі еркін көрініп, онысын өзі білетін болу керек, көйлегінің апандай ойығын бір қолымен жапқыштаған болады. Мен ұялып әкеме қарағыштаймын, ол кісі оған мән бермейтін сыңайлы. Әлде көрсе де көрмеген бола ма, әлде айта сөз етпеді ме, үндемеді. Әжем барда бәрі басқа еді. Анашымның жеңіл халатының жаға жеңі болатын, халатымен түстес, орамалды сәндеп тартатын, ана жерім, мына жерім ашылып қалар деп жанталаспай, екі қолымен арқайын тәрелкесін ұстайтын. Әжем жоқ, анам да әжем бардағы ибасынан айырыла бастапты. Ой, Төлеш деп дауыстады көрші жағып араға. Апам қарсы бөлмеден жүгіріп шығып, ол үйде жоқ, сәлеметсіз бе қайнаға деп иек қаға амандасты. Жақсымысың келін деп, аға да келген шаруасын тез айтып кетіп қалды. Әжем барда апам Жағбар ағаға иіліп сәлем салатын. Сәлеміне үлкендер бата беретін. Сәлем салғаннан белің үзіліп қалмайды, баталасың, әрі ибалы келін атанасың. Періштенің құлағы бірде ашық болса, бірде жабық болады. Батаның артықтығы жоқ қалқам, дейтін еді-ау қайран әжем. Әжем жоқ, сәлем де жоқ, бата да жоқ, баталуға ниет те жоқ. Тағы бірде дастархан басында отырдық. Баяғы еңселі самаурынның орнына құйыршығын шұбалтқан электр шайнек келді. Жағалай отырғандарға екі рет кесе жөнелткеннен қалмай, оның суы таусылды. Газдағы шайнек қайнаған шығар, сона келді, мынаған су толтырып тоққа қос деді маған. Осылай отырып тұрғыза бергенше, самаурын неге қоймадың дедім, мен әжемнің қызы болғандықтан батылдау сөйлеп. Ой қойш, оны кім қайнатып отырады? Мен үндемедім. Әжем барда басқа еді. Буы бұрқыраған самаурынның демі шай ішіліп біткенше басылмай, әдемі сүйкімді үн шығарып тұратын. Әжемде жоқ, самаурында жоқ, пұшық шайнекте үн жоқ, дастарханда сән жоқ. Бірде үйге келсем, апам аулада кір жуып отыр екен. Жиналған кірдің ішінен әкемнің көйлегінің жағасының үстінде іш киімнің жатқанын көзім шалып, жүрегім зу етті. Әжемнің еріңнің киімін жерге тастама, ерің пірің, күйеуіңнің киімінің жағасын баспа, балаларға бастырма, еркегіңнің құтыға шар, іш киімдерді бөлек жу, өзге киімдерге қоспа дейтін расымда көп естейтінмін. Және сол орындалатын да. Тіпті көнерген киімдерді майлық сулыққа немесе басқа қажеттерге жаратар кездің өзінде жағаларын қайшымен бөлек кестіріп алатын. Кір жуылды, ауладағы сымарқанға жайылды. Анамның іш киімдері де, төс тартқыштары да мен мұндалап керіле қалған. Әжем барда іш киімдерді жұрт көзінен тасалау жерге жай, орын болмаса үстін шүберекпен көйле дейтін. Ең қызығы, үйдегі ержеткен ұлдардың көре көздері үйреніп, еттері өліп кеткен бе, түк болмағандай үйге кіріп шығады. Әжем жоқ, үйдегілерден ұятта кете бастапты. Әжемнің бөлмесіне кірдім. Мен ес білгелі бұл бөлме осылай аталады. Бұрышта үлкендеу сандық, оның үстінде екі кілем жиналатын. Саусақтарым ойылып, осы кілемді саған арнап тоқыдым. Мынау балдақ, мынау құс тұмсық оюы, ал мына жерде сенің атың жазулы. Ертең мен түйе айдап кеткенімде көзімдей көріп, кереуетіңнің тұсына тұтарсың дейтін жарықтық. Сосын, қазіргі мына дүкеннің кілемдерінен бұның өлімтік артық, қолдан тоқылған, қойдың таза жүні деп тағы қоятын. Негізі бұл бөлмеге күнде кешкісін әжем екеумізге ғана төсек салынатын. Бірақ таңертең үйдің 6 баласы да осы бөлмеден өретінбіз. Мен немеренің үлкені болған соң әжемнің меншікті қызымын. Кіші інім Әнуар ғана ата-анамызбен жататын. Бала ес білгенше ата-анасымен жатса, мейірімді болады дейтін еді әжем. Ал ұлдарға әр нәрсені жеп түнімен желдетесіңдер деп бөлек бөлмеге жатқызатын. Түннің бір уағында бір-бірімен сыйыспай, немесе қорықтық деп әр нәрсені сылтауратып, көрпе жастықтарын сүйретіп жанымызға келетін. Кейіннен Әнуар да әй-шайға қарамай, біздің аяғымызды басып жаншып, туралап келіп әжемнің көрпесіне қойып кететін. Ой, ақ қозым, құлыншағым, шүйкімдей шүрегейім деп, әжем де бауырына баса қоятын. Әжем екеуміз үлкен 2 кісілік жастықта жастанатынбыз. Ол өзі ауыр еді. Енем жарықтық, бізге осы бас жастықты өзі тігіп беріп еді деген әжем бірде. Атам қайтыс болған соңда жастық сол үлкен қалпында қолданыста болды. Қазақ бір жастықта қартайыңдар дегенде ерлі зайыпты жақын жатсын,
Жақын жатқанның тәні жабысады, жаны табысады, араларында сүйіспеншілік, сыйластық, түсінушілік болады деуші еді. Келін өз жастығын екіге бөлдіре тастады. Сонда екеуі екі жастықты құшақтап, бөлек-бөлек томпиып жатама, түсінбеймін деп, сосын сөзін қайта жалғап, әй өздері білсінші дейтін, жақтығын қырамай. Бөлмеге кірсем жастықта жоқ, әжемнің көрпе төсегі де жоқ. Маған арнап тоқыған шоқтай әдемі кілем еденге жайылыпты. Жүк үстінде қабырғада атамның жастау кезіндегі суреті ағаш жақтауға салынып, ілулі тұратын. Ол да көрінбейді. Терезенің бұрышына таман ақ матаға оралған, биіктігі 30-40 сантиметрдей болатын шойын темір төс бар еді. Ол да көрінбейді. Әжемнің атасы әрі көрік ұстаған ұста, әрі қасиетті кісі болыпты. Кішкентай кезімізде біреуіміз ұшынып, ауырып, тұмаурата қалсақ, әжем білген дұғасын айтып, әлгі төсті сумен шайып, сосын сол суды беті қолымызға, қолтығымызға, тамағымыз бен жонарқамызға жағып, төсекке жатқызып қоятын. Ертеңгісін ештеңе болмағандай шауып кетушек. Сосын төсті аққа орап, үстіне тозығы жеткен сұр кішкентай тақияны кигізетін. Оның көнергені сонша, тіпті түсі оңып кеткен еді. Бұл атамның әкесінің маңдайының тері сіңген бас киім екен. Мына жердегі төс қайда? Әжемнің сандығы қайда деп сұрадым апамнан. Сарайда, төсте сол сандықтың ішінде деді, жайбырақат. Сарайға барып төсті алып, шаңын сүртіп, терезенің алдына апарып қойдым. Мен әжемнің бөлмесінде ұзақ отырдым. Залға диванға төсек салып қойдым деп, бөлмеге анам кірді. Мен осы бөлмеге жатамын дедім. Жүзіме бір қарады да, үнсіз шығып кетті. Әжемнің жастығы қайда? Оны екі жастық етіп бөліп тастағанмын деді анам. Сол кезде тілім байланды. Көмейіме өксік келді. Апамның жай, бейқам, ешқандай сезімсіз жүрдім бардым айта салғаны, әжем жайлы менің жүрегімдегі әдемі әлемнің быт-шытын шығарды. Әжемнің шынымен өлгені ме? Көзден кеткені көңілден де кеткені ме? Көкірегім қарс айырылып, көзімнің жасы бетімді жуып, омырауыма тырс-тырс тамып жатты. Әже, мен сені сағындым деп бар даусымен айғайлағым келді. Саусақтарының ізі, алақанының табы қалған кілемнің үстіне құшағымды жайып, ет бетімнен дыбыссыз жылап жата кеттім. Қалайсың деген, иә әке, иә шеше, иә бауыр болмады. Жылап жатып, талықсып ұйықтап кетіппін. Түсімде әжемді көрдім.